Мен жасым келген еркекпін. Бірінші әйеліммен дәм-тұзым жараспай, екінші рет үйлендім. Әйелім жуас, бір тоға адам. Қақ-соғы жоқ, тыныш. Арада жыл өтпей, кішкентайымыз дүниеге келді. Мен жұмыста. Әйелім бала бағып, 1,5 жыл үйде отырды. Әлі де отыра беруге болар еді. Бірақ қазіргі заман қойсын ба? Ақша керек, күн көріс керек. Менің айына 1 рет алатын айлығым қай жыртықты жамасын. Ақыры әйелім де жұмысқа шығатын болып шешті. Бала бағатын адам таппай қиналдық. Ауылдан қолы бос туған туысты шақырайық десек, ешкімнің бала баққысы жоқ. Әйелімнің жақындарының бір қызы келген. Бірақ 1 апта болмай тайып тұрды. Бала бағу оңай болмаса керек. Сөйтіп, біреуден біреуге айтып жүргенде, бір келіншек кездесе кетті. Жұмыс таппай жүр екен. Отбасы бар, үйленгендеріне көп болмаса керек. Әзірге балалары жоқ. Ақшасына келістік. Таңертең біз жұмысқа кетерде келіп, біз келгенде үйіне қайтатын болды. Келіншек балаға епті екен. Бала бағады. Біз келгенше үйді мұнтаздай етіп жинап қояды. Тіпті тамақты да әзірлеп қояды. Әйелім де, мен де ризамын. Арада 2-3 ай өтті. Бірде тұмау тиіп ауырып қалдым. Әйелім дәрілерімді даярлап беріп жұмысқа кеткен. Нянка қыз ас суымды әзірлеп жүгіріп жүр. Диванда оранып жатырмын. Балам арғы бөлмеде ұйықтап жатыр. Бұрын байқамаппын. Бала күтуші келіншек келісті-ақ екен. Аяқ қолы түзу, жұп-жұмыр. Құшырлана құшақтасаң, құмарыңды қандыратындай-ақ екен. Ауырып жатып, сумен дәрі әкелген, оған көп қарай бердім. Ол да соны сезсе керек. Басымды уқалап берші дегенмін. Еш қарсы шықпады. Басымды, желкемді уқалады. Жаным жай тапқандай болды. Қолың қандай жұмсақ деп қалжыңдап, өзіме жайлап тартқанмын. Ол басқаша ойлап қалды ма, білмедім. Сіз де маған ұнайсыз деп құшағыма құлай кетті. Алғашында не істерімді білмей тосылып қалдым. Күтуші келіншектен мұндай әрекетті күтпеп едім. Ауруым қайда қалғанын білмеймін. Өзі сүйкенген келіншектің үй халатын қалай көтеріп, астыма қалай жығып салғанымды білмей қалдым. Кешке әйелім келді. Нянка келіншек түк болмағандай тиесілі ақшасын алып үйіне кетті. Әйеліме қарауға бетім шыдамай, төсекте өтірік ыңыранып мен жатырмын. Ертеңінде де үйде сол жағдай қайталанды. Келіншек тартынбайды екен. Күйеуім төсекте әлсіз. Аптасына 1 рет, болмаса ол да жоқ. Жұмыстан шаршап келдім деп ұйықтап қалады. Оның жанында сіз жасыңыз біразға келсе де қуатты екенсіз деген құшағымда жатып. Мен өтірік ауырдым деп үйде 10 күндей жаттым. Өйткені нянка келіншектің от құшағын қимаған едім. Күндер өтіп жатыр. Жұмысқа әйелім екеуміз бірге шығамыз. Жұмысына жеткізіп тастап, аңсарым ауса, үйге айналып бір соғып кетемін. Ол да осыны күтіп отырады. Сөйтіп жүргенде масқара бола жаздадық. Бірде әйелімді жұмысына жеткізіп тастап, үйге оралғанмын. Ісімді тындырып, ваннаға кіріп кеткенмін. Үйге біреу кіргендей болды. Әйелім екен. Жартылай жалаңаш ваннадан шыққан маған күдіктене қарады. Жұмыста жиналыс болады екен. Баяндама жасаушы едім. Сол үшін үйге келіп, костюм шалбар киіп, галстук тағып баруға келдім. Женсимен елдің алдына шығу ұят қой деп міңгірлеп жатырмын. Ал әйелім сенді ме, сенбеді ме білмеймін.
үйде бір қажетті құжаттары қалып қалған соң келген екен. Маған бір бала күтуші келіншекке бір түйіле қарап үндеген жоқ. Нянка келіншек түк болмағандай баланы ойнатып, басқа бөлмеде жүр. Осылайша бір ұсталып қала жаздадым. Бірақ әйелімнің көңілінде күдік қалған сияқты. Кейде жұмысқа өзің кете бер, мен артынан барамын дейтін болды. Бұл сезіктенгеннің белгісі. Бірақ қазақта ойы бұзылған келіншек күл ала шығып та ойындағысын істеп келеді деген сөз бар емес пе? Біздің әрекетіміз де сондай. Ретін тауып, құмарымызды қандырып жүрміз. Бұрындары жұрт аузынан пәленше түгеншемен ойнаса екен дегенді естіген кезде біртүрлі болатынмын. Енді сол жағдай өз басымнан өтіп жатыр. Не істеймін? Бір күні оңбай ұсталып, отбасымды ойрандап алмаймын ба? Ойласам, денем түршігіп кетеді. Бірақ бала күтуші нянка келіншектің от құшағына кіргенде бәрін ұмытып кетемін.